Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді жаппасай деп аталатын тағамның жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Күнделікті тағамнан жалықсаңыз, бұл тағамды да жасап көріңіз. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін тағамды сіз де жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырды дайындаймыз. Қамыр илейтін ыдысымызға суды құямыз. Сонан соң тұзды саламыз. Жұмыртқаны саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнның барлығын салып қамыр илейміз. Онда алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Қамыр тым жұмсақ немесе тым қатты болмағаны дұрыс. Бізде орташа тығыздықтағы қамыр шығады. Дайын болған қамырды бөлме температурасына 30 минутқа қалдырамыз. Енді бізге ет, сәбіз, картоп, пияз, сарымсақ керек болады. Алдын ала барлығын ұсақтап турап дайындап алдым. Қатты отта қызып тұрған табаға сұйық май құямыз. Май қызғаннан кейін етті саламыз. Қызарғанша жақсылап қуырамыз. Ет өзінің сөлін бөліп татыла бастағанда пияз бен сарымсақты саламыз. Қатты отта жақсылап қуырамыз. Сонан соң бір ас қасық соя соусын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте сәбізді саламыз. 2-3 минуттай жақсылап қуыратын боламыз. Енді картопты саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сонан соң дәміне қарай тұз бен қара бұрыш саламыз. 1 шай қасық томат пастасын саламыз. Қаласаңыз өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне су құямыз. Суды картоп пен еттен сәл ғана асырамыз, көп құймаймыз. Су қайнағаннан кейін астындағы отты азайтамыз. Қақпағын жабамыз. Жай отта 45 минуттай пісіреміз. Енді дайын болған қамырды жұқа етіп жаямыз. Онды пайдаланып отырып жаямыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Дайын болған қамырдың үстіне сұйық май жағамыз. Сонан соң қамырды видеодағыдай 4 бұрышты етіп кесеміз. Осымен қамырымыз дайын. Мінекей еті барлығы жұмсарды. Сонан соң дайын тұрған қамырдың барлығын видеодағыдай салып шығамыз. Сұйық май жағылған бөлігін төмен қаратамыз. Барлығын осы әдіспен қайталайтын болсаңыздар, қамыр пісу барысында бір-біріне жабыспайды. Қамырды салғаннан кейін қақпағын толықтай жабамыз. Жай отта 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Қамыр бір-біріне жабыспайды, оңай алынады. Мінекей достар, өте дәмді жаппасай тағамы дайын. Барлығын ыдысымызға әдемілеп саламыз. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін тағамды сіз де жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжол Пан.